Ван Гог түрілген суреттер көрмесі австралиялық Grand Exhibitions компаниясының ықпалдастығымен ойластырылыпты. Көпшілік назарына ұсынылған көрме жаңа заманауи технологиямен жабдықталған. Қоғаммен байланыс бөлімінің маманы Нұргүл Нұрсағатованың айтуынша, суретшінің картиналары басқаша форматта ұсынылып отыр. Көрменің технологиясы Sensory 4 деп аталады. Ол негізгі сурет, ол музыка. Көрмеге кіргенде қараңғы. Адамдар қараңғы жерге кіреді, және де динамика. Осы төртеуі бірге жұмыс істегенде көрушілер, көрермендер, олар бір керемет атмосфераға кіреді. Заманауи технологиялық жабдықтардың арқасында 19 ғасырдың үздік суретшісі Ван Гогтың туындылары ерекше мәнге ие. Көрмені тамашалаушы Райгүл Бердісқанова нидерландық суретшінің ішкі жан дүниесінде не жатқандығын көргендей болғандығын айтады. Бүгін ғана семейден келдім, осындай мына көрмеге түсіп қалдым. Ван Гог туралы былай естігенім бар, бірақ та бүгін көп нәрсе білдім, үлкен әсер алдым. Бұған дейін Ван Гог көрмесі Еуропа, Азия, Таяу Шығыс, Америка елдерінде өткен. Қазіргі кезде көрме Санкт-Петербург қаласы мен Алматыда жалғасуда. Мультимедиалық көрме Ван Гогтың шығармашылығы мен жеке өміріне қатысты 3000 динамикалық бейнені қамтиды. Еуропаның классикалық музыкасымен жандандырылған бұл көрме Алматы қаласында 2 ай бойына жалғасатын болады. Ақбота Мұсабекқызы, Алмас Заманбекұлы, Таң телеарнасының жаңалықтар қызметі.